Қазіргі таңда Орал қалалық қарттар мен мүгедектерге арналған медициналық көмек көрсету орталығында жүйкесінде психоневрологиялық ауытқуы бар 18 жастан асқан 8 жан күндізгі жартылай стационарда әлеуметтік көмек алуда. Күндізгі стационарда көмек алу өткен жылы маусым айында облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 89-шы бұйрығына сай ашылды. Аталмыш мекеме қызметкерлерінің айтуынша, жоғарыда аталған қызмет алушылардың қатары әлі де 30 адамға дейін толықпақ. Негізгі міндеттері әлеуметтік қызмет көрсету, қызмет алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың даму деңгейін арттыруға, әлеуметтендіруге, кіріктендіруге бағытталған арнаулы бағдарламалар бойынша әлеуметтік қызметтер көрсету. Болашақта жылдың басында бекітілген жоспарға сәйкес осы арнайы мамандардың жоспарларымен және бөлімнің жоспарымен іс-шаралар өткізу, ұлттық мейрамдарға, мемлекеттік мейрамдарға байланысты және осы қызмет алушылардың санын көбейту. Мұнда қызмет алушылар үшін барлық жағдай жасалуда. Мәселен, оларға 3 мезгіл тамақ беріледі. Сондай-ақ алғашқы дәрігерлік көмекте көрсетіледі. Айта кету керек, шаһарымыздағы кембағал жандарға күндізгі стационарда көмек беру өткен жылы қолға алынғанымен, оларға қызмет көрсететін мамандардың қатары жуырда тағы да толықты. Қазір психолог, ән және бейнелеу өнер мамандары қызмет көрсетеді. Мұндағы психолог Айман Жеңісқызының айтуынша, жүйке дертіне шалдыққандардың талабы зор көрінеді. Әр баланың өзінің психоневрологиялық ауытқуы болғылса да, қай ауру мен ауырса да, балалар өздерінің, әр баланың өзінің әр талант бар дейміз, мысалы, әр нәрсеге, мысалы, осы балалардың деген жүйке жүйелеріне зақым келгенменен де, туа біткен аурулар болғанмен де, кейбір балалардың өздері анық сөйлей алады. Осы таңда біздерге 8 бала келіп отыр, сол баланың 3-еуі тяжелый умственный отсталый дейміз ғой. Енді деген 3-еуі деген умеренный умственный отсталый, 2-еуі даун ауруымен ауырады. Мұндағы кәмелеттік жастан асқандарға көмек тегін берілуде. Олар бұл жерде сурет салу мен ән айтуды меңгереді. Мұндай орталықтың болғаны көптеген ата-ана үшін үлкен демеу болулы. Ал мұндағы қызмет көрсетулерге жүйкесінде ауытқуы барлардың өздері де риза. Мұнда ұнайды, мұнда бәрі жақсы, тамақ барып жатыр, досым болып жатыр. Иә, көп. Үстіміздегі жылы мұндағы мамандар қызмет алушы жандарға көмек көрсетуді жандандыру үшін тағы да техника алуды жоспарлауда. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Жайық пресс ақпарат орталығы.